Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен кеуіл шөбі туралы, яғни неге пайдалы екенін айтамын. Сосын мен кеуілдің тамырымен өзім қазып, қазір мен сіздерге полный түсіндіріп айтамын. Бізге жапырағы да керек емес, тек қана бізге тамыр керек. Бұл тамыры неге керек? Грижа ауруына. Қараңыздар, мына кеуілде біздің мевесінің неге пайдалы екенін білсеңіздер ғой, шіркін. Бұны спиртке, таза спиртке 3-4-еуін кәдімгідей салып қойсаңыздар, не болатын? Кәдімгі ауырып жатқан жерлеріңізге, кәдімгі ауыз қисайған кезде невритке де, бел ауру, қол ауру, шаншу, барлығына да өте пайдалы. Мен сіздерге бұл туралы өте бір жақсы мәлімет беремін. Ендігі видеомды қалдырмай тамаша қылыңыздар, күтіңіздер. Настойкасын қалай дайындайтынын көрсетемін. Ал қазір мен сіздермен кеуілді қазып алып, қазір мен лопатамен тура өзім қазып алып, мен осындай огородтерді көп өседі, ешқандай алмаймын. Кейбіреулеріңіз бұны жабайы шөп деп не алатын шығарсыздар. Қараңыздар, мін қазып алдым. Мін тамыры. Көріп ғой. Бізге тек қана бұның тамыры керек. Бұл тамырында не бар? Бұл тамырында кәдімгі қанды сұйылтады, бұлшық еттердің қайтады, жұмсартады, босандырады. Енді қараңыздар, дайындағанда тура осылай. Міне мысалға, жаңағы тамыр бар ғой, соны мен 3-4 рет жасауға келеді. Мен жай ғана бір бөлігін майдалап турадым. Осы майдалап турағанымызды грижа ауруына енді айта алмаймын. Грижа қалай кететінін қазір мен сіздерге көз алдыларыңызда істеп көрсетемін. Бұны мен істеймін. Кәдімгі қазір не қылғанда бір бізге бал керек болады. Кәдімгі бір қасық бал аламыз, кішкентай қасықпен бал, сосын осы майдаланған тамырымыз. Бұл тұрғанда бар ғой, 1 сағаттай тұру керек. Сол грижа бар жерге кәдімгі массаж істеп, мен сіздерге көз алдыларыңызда көрсетіп өтемін. Қараңыздар, жаңағы айтқанымдай 1 қасық балымыз, сосын жаңағы кеуілдің тамырын саламыз. Болжы қай жерден табамыз, бұны қай жерде бар дейсіздер ғой? Барлық жерде бар. Мен кейден қалаға да барып не қылам ғой, тура осы шөпті көрем ғой менше. Кеуіл барлық жерде бар екен ғой. Тек қана біздің Шұбарсуда ма десем, барлық жерде. Бұны кәдімгідей қуыққа жақсаңыздар да, мысалға ауырып жатқан жерлерге, көбінесе негізі мойын грижасы, қараңыздар, мойын грижасы, бел грижасы, аяқ грижасы дейді ғой, соларға істесеңіздер болады. Бұл әпшеміздің 8 көз ауырайды. Мен бірінші бұл жерді жақсылап вазелин жағып, жақсылап тұрып майлап алдым. Енді массажды бастаймыз. Міне, тура осылай массажды жалғастырып кете береміз. Қарасаңыздар, грижа болған жері томпиып тұр. 3 пен 4-тің арасы деп несінде қағазында көрсетіп қойыпты. Енді полный омыртқаны жақсылап тұрып, тура осы көз, 8 көз. 8 көздің көзінде ауырып жатқан жердің барлығы 8 көздің жан жағы болып тұр. Грижа болмаса, мысалға, начинайшы, енді басталып жатқан грижа болады ғой, соған да істеңіздер. Грижаны жоқ қыл жүреді. Ет бетімен грижа дегеніміз жоқ болып кетеді. Енді қараңыздар, тура осы немен, міне, мен қалай істеп жатырмын. Тура солай істейсіздер, тірсекпен. Тірсекпен екі жамбастың несіні, бұл жерді басқан жерім не дейді? Седалищный нерв дейді. Седалищный нервтерді, қолдың тірсегі бар ғой, білектің тірсектері, тура сомен жақсылап еземіз. Жақсылап тұрып, қыздырғанда қатты қыздырмаймыз, жай ғана буынды босаныстып аламыз. Қазір бол апайымыз кәдімгідей бел ауырып, қақсап келіп отыр.
Негізі бұл уже жағып атқанымыз уже 3-4 күн. Кәдімгі керемет нәтиже болып жатыр деп рахметін айтып жатыр. Аллаға шүкір. Кейін міне қараңыздар, кешегі міне кеуілдің майдаланған кеуілмен Әселдің міне бір қасық Әселіміздің тура осы жан жағына не қыламыз? Көріп тұрсыздар ғой. Дәл осылай қылып жасатыңыздар, дәл осылай қылып істетіңіздер. Укол деместен дәл осын істетіңіздерші. Вообще грыжадан құтыласыздар. Мен жаңағы алған тамырым бар ғой, сол 10 күнге даже бар ғой, ол жетеді 10 күнге. Негізі осы кісінің несіне бола, ойбай өтінішіне бола, сол үйдегі нені алдым ғой менше. Мен таба алмай жатырмын дегеннен кейін, ай жарайды, естің алдындағы жула салайын деген ғой. Қараңыздар, дәл осылай, міне 8 көздің несіне, 8 көздің тұсында болып тұр сол грыжа. Қараңыздар, жақсылап тұрып, батырып, міне. Бұл кәдімгідей қыздырады, Егер бұны кешке жақсаңыздар, азанғы уақытта аласыздар. Азанғы уақытта, сразу азанғы уақытта алып, кәдімгідей бұны ешқандай тек қана тамырдың құр өзі былжырап шығады да, ал Әселден ешқандай әсер қалмайды. Міне, тура осылай байлап қоямыз. Тура осыны кешке істесеңіздер, міне, жақсылап тұрып, міне, пищевой пакетпен жауып жатырмыз. Маған подписаться етіп, тіркеліп қойыңыздар. Байса қазағым байсын. YouTube каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін көріп, өздеріңізге керекті ақпаратты, пайдалы ақпараттарды сақтап алыңыздар. Жан-жақтарыңызға жіберіп қойыңыздар. Ал ем болсын. Міне, тура осылай тұрады. Қараңыздар. Міне, тура осылай жауып мен беріп жатырмын. Апше, осы кеш болды ғой, міне. Ал ем болсын деп.